Келін жайлы өсиет әңгіме. Бір ауылда бір қыз өмір сүрген еді. Дәстүр бойынша ол жігіттің үйіне келін болып түсіп, енесімен бірге бір шаңырақтың астында тұрады. Алайда оған жаңа тұрмыс ұнамаған еді. Енесі оған үнемі бір нәрсені үйретіп, дұрыс істемедің демен болды. Бір күні таңертең қыз бақсыға барады. «Не жағдаймен келдің, сұлу қыз? Жігітті қарату үшін бе?» деп сұрады қарт. Қыз оған: «Жоқ, менің сүйікті жарым бар, бірақ оның анасымен тұра алмаймын» дейді. «Менен не қалайсың? Өтінемін, оны уландыруға көмектесіңізші. Осымен бақытты болам деп ойлайсың ба? Жарайды. Саған жаным ашығандықтан бір у беремін, оны шайға қосып қайнатып беру керексің. Бірақ саған айтар кеңесім бар». «Қандай? Не айтсаңыз да орындаймын. Біздің ауылда өсектес тарайтын білесің. Сені бірінші айыптайды. Сондықтан енеңе деген қарым-қатынасыңды өзгертуің керек. Жұмсақ бол, сәлемің түзу болсын, уақытылы ас-ауқатын бер. Үнемі жымиып жүр. Азабың ұзаққа созылмайды» деді ақсақал. Жас келін қарттың сөзін тыңдап, айтқанын жасайды. Таңертең ерте тұрып, нан пісіріп, тамақ дайындайды. Енесіне шай қайнатып, уын салады. Еркелетіп шайға шақырады. Асыл жары қуанып жүреді. Енесі келін жақсы көре бастайды. Келіні де шын мәнінде енесін жақсы көріп кетеді. Бірден әлгі қарттың үйіне барып, былай деп жалынады: «Әкей, өтінемін, маған уы қарсы дәрі бере көріңіз. Көп у қосып қойдым, өліп қалады-ау. Оған бауыр басып, жақсы көріп кеттім. Маған туған анам да қамқор болды» деп. Сонда ақсақал: «Жаным, сабаңа түс. Мен саған у емес, жұпар иісті шөптер бердім. Сен оған улы емес, дәмді әрі пайдалы шай бердің. У сенің жүрегіңде болды. Енді одан да арылдың» деген екен. Бұл өсиет әңгімені оқыған әр адам өзіне үлкен сабақ алады. Егер сол қарттың орнында жауыз адам болғанда, бір шаңырақтың бақытты шайқалатын еді. Дана адамның дұрыс шешімінің арқасында жас келін енесімен тіл табысып, екеуі бір үйдің адамына айналды. Сол себепті қандай қиыншылық жағдай болмасын, кез келген жағдайдың шешімі барына сенімді болыңыз. Назарларыңызға рахмет.